Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді морковный пирог крем чизбен дайындайтын боламын. Алдымен сәбізді үкіштің майда көзінен өткіземіз. Жұмыртқаға қантты қосып, 2 есе көтерілген жемектермен араластырамыз. Жұмыртқа осылай 2 есе көтерілген соң үстіне сәбізді, күнбағыс майын қосып араластырамыз. Үстіне електен өткізіп ұнды қосамыз. Оны да қасықпен үстінен астына қарай араластырамыз. Соңында қамыр қауысытқыш қосып араластырамыз. Енді ортасына крем чизін дайындаймыз. Творожный сырға қант, жұмыртқаны қосып блендермен езіп аламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырдың жартысын құямыз. Қасықпен тегістеп жайып шығамыз. Грек жаңғағын қосамыз. Үстіне крем чизді құямыз. Қалған сұйық қамырды қалташаға саламыз. Видеодағыдай крем чиздің үстіне қамырды қалташамен құйып шығамыз. Бетіндегі қамыр крем чизді толық жауып тұру керек. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты суытып аламыз. Өз қалауларыңызша бетін әсемдесеңіздер болады. Мен қант ұнтағын септім. Пирогтың ортасындағы крем чизбен пирогтың дәмі өте ерекше болады. Видео ұнаса, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.